Сіздермен жоғары медицина колледж номер 3 циклдық әдістемелік комиссия оқытушысы мен Қажымғалиева Римма Умирзақовна. Бүгінгі біздің бейне сабағымыздың тақырыбы қалта ингалятор қолдану. Тыныс алу ауруларында пациентті оқуда үйретуіне біздің тақырыбымыз қалта ингалятор қолдану. Бірінші қалта ингаляторына тоқтала кетсек, бұл қаз қолындағы бередуал, сальбутамол бар, түрлері бар. Оның көрсеткіші бронх демікпесі және созылмалы обструктивті бронхит. Мақсаты бронх демікпе кезіндегі тұншығу ұстама кезінде жедел көмек көрсету. Іс-әрекет алгоритмі. Біріншісі, біз қалта ингаляторды аламыз, қақпағын шешеміз, сосын спиртпен өңеп сүртеміз. Сосын ұстағанда орташа саусақ жоғарыда, ал үлкен саусақ төменде болады. И сілкейміз. Сосын сілкеп науқасты отырғызамыз, сақтапның қалпында отырады. Қалта ингаляторны науқастың еріне айтамыз, ерінмен қысып ұстау керек. Келесі науқасқа терең демді шығаруын ұсынамыз. Терең дем шығарады. Сонда дем алған кезде біз бастаманы басамыз. Сосын науқасты қолданнан кейін науқасқа бірнеше минут сөйлемеуге және су ішпеуге болмайды. Қалта ингаляторды 3-4 күннен артық қолдануға болмайды. Егер де 3-4-тен артық қолданса, онда негізі қалта ингаляторды мақсаты ол бронхтардың кеңейтуі. Егер де 3-4 реттен қолданғаннан кейін де ол өзінің әсерін бермесе, онда кері әсерін беріп декашет синдромы болуы мүмкін. Сондықтан 3-4-тен артық қолданбайды және әсер болмаса, міндетті түрде жедел жәрдем шақыру керек. Болғаннан кейін бұны қайттан біз спиртпен өңдеп сүртеміз, сүртіп, сосын салып жауып қоямыз. Яғни қалта ингаляторы өзі аты айтып тұр, жеке, әр науқастың өзінде жеке. Егер де шұғыл көмек кезде өздерінің қалталарында болады және қолданылады. Бүгінгі біздің сабағымыз осы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.